Адам баласы мыңдаған жылдар бойы мұхиттан қорқып келген. Бірақ оның ішінде бір аймақ бар. Ешкім түсіндіре алмайтын, уақыт тоқтайтын, аспан түрін өзгертетін жер. Бұл Бермуд үшбұрышы. Майами, Бермуд және Пуэрто-Рико аралығындағы сол бір алып кеңістік. Ол жерді картада белгілеу оңай, бірақ ондағы құбылыстарды түсіндіру ешкімнің қолынан келмеді. Барлығы 1945 жылы басталды. 5 әскери ұшақ Флоридадан оқу жаттығуына ұшып шыққан. Ауа райы ашық, байланыс жақсы болған. Бірақ біраз уақыттан соң радиодан әлсіз дауыс естілген. Біз бағытты жоғалттық. Компас дұрыс көрсетпей тұр. Мұнда бәрі өзгеше. Олар қайта байланысқа шықпады. Ал оларды іздеуге ұшқан құтқарушы ұшақ та жоғалып кетті. Бір сәтте 14 ұшқыш жер бетінен түбегейлі жоғалды. Із түссіз. Арада 18 жыл өтті. Бірақ тылсым тоқтамады. 1963 жылы Марин Салфур Куин атты алып жүк кемесі 39 адаммен бірге теңізге шықты. Кеме күкірт тасып келе жатқан. Ауа райы ашық, еш қауіп белгісі байқалмаған. Бірақ 2 күннен кейін байланыс үзілді. Іздегендер тек кеменің бір бөлігі мен майға малынған құжат қалтасын тапқан. Адамдар жоқ, радио жабдық жоқ, тіпті қайықтың өзі де табылмаған. Толқын үстінде қалқып жүрген күнделік парағында бірақ сөйлем болған дейді. Ауа ауырлап кетті. Дыбыс жоқ. Біз басқа әлемге кетіп бара жатқандаймыз. Бірақ бұл тізім мұнымен аяқталмайды. 1948 жылы Стар Тайгер ұшағы Бермуд маңында жоғалып кетті. Бортта 31 адам болған. Ал келесі жылы дәл сол бағытпен ұшқан Стар Ариэль де жоғалды. 2 ұшақ та ешбір сигнал жібермеген. Еш қиранды табылмаған. Тіпті су бетінде май ізі де болмаған. Біреу оларды ауада жұтып алғандай. Кейбір теңізшілер мен ұшқыштар сол аймаққа жақындағанда ерекше жарық пен қою тұман көргенін айтады. Бір капитанның сөзі тарихта қалған. Тұман ішінен көкшіл дөңгелек жарық шықты. Компас айналып, аспан сарғайып кетті. Теңіз айнадай тегіс болды. Біз қозғала алмадық. Кейін бұл кеменің сигналын бар болғаны 7 минут тіркеген. Сосын бәрі өшкен. Ғалымдар бұл құбылысты магнит өрісі мен газ көпіршіктерімен түсіндіреді. Бірақ бәрі онымен келіспейді. Кейбір сүңгуірлер мұхит түбінен металл пирамидалар тапқанын айтқан. Олар жер асты энергиясын шығаратындай ерекше формада болған. Кейбіреулер бұл пирамидаларды жоғалған Атлантида өркениетінің қалдықтары дейді. Ал басқалары бұл аймақты уақыттың деформациясы, яғни басқа өлшемге апаратын қақпа бар дейді. Тағы бір тылсым оқиға. 1970 жылдары сол аймақтан өткен бір кеме капитаны радиодан әлсіз ерлер дауысын естіген. Көмектесіңдер, біз 1945 жылғы ұшқыштармыз. Түсінесің бе? Сол радио жиілік, дәл сол жоғалған ұшақтар пайдаланған жиілік болған. Ал 1000 жылдық ауысқанда да Бермуд үшбұрышы тыныш болмады. 2005 жылы жеке ұшақ Багам аралдары мен Флорида арасында ұшып бара жатып, кенет
радардан жоғалып кеткен, байланыс үзілген, ұшақ табылмады. Ал 2007 жылы кішкентай яхта экипажбен бірге көзден ғайып болған. Ауа райы ашық, теңіз тынық болған. Бірақ соңғы радиодағы сөздері әлі де елдің есінде. Біз жарықты көрдік, аспан қозғалып кетті. Олар қайда кетті, ешкім білмейді. Бүгінге дейін ешкім Бермуд үшбұрышының сырын ашқан жоқ. Ғалымдар есеп жүргізіп, спутниктер түсіріп, теңіз түбін зерттеді. Бірақ бір нәрсені бәрі мойындады. Ол жерде заң басқа. Уақыт та, кеңістік те біз білетіндей емес. Кейбіреулер айтады, сол аймаққа кірген сәтте аспанның түсі өзгереді. Радио үнсіз қалады, ал уақыт тоқтап қалады. Сол кезде бір сәтке бәрі қатып, адам өзі тұрған орнынан басқа жерге ығысқандай болады. Ал аман қалғандардың бірі бір сөз айтқан екен. Мен бір есікті көрдім. Су астында емес, аспанның өзінде. Біз сол есіктен өттік, бірақ артқа жол болмады. Мүмкін Бермуд үшбұрышы табиғаттың қатесі емес, басқа өлшемге ашылған есік шығар. Мүмкін жоғалған ұшақтар мен кемелер еш жоғалған жоқ. Олар басқа әлемге өтті. Онда уақыт жүрмейді. Жарық басқа, дыбыс өзгеше. Тек сол әлемнен ешкім қайтып келмеген. Бәлкім бір күні сол жақтағы үнсіз әлем бізге жауап береді. Бірақ ол күн келгенше Бермуд үшбұрышы өз құпиясын сақтай береді.